Reddit қолданушылары, бала кездеріңізде қандай ақымақтықтарға, өтіріктерге, біртүрлі заттарға сендіңіздер? Біздің YouTube арнамызға өтіп, подписаться етуді ұмытпа, қазақ тілін бірге дамытайық. Өскен кезде жұмыс жасаймын, өз ақшам болады, күнде сникерс алып жеймін деп ойладым. Өстім, сникерс және тағы да басқа тәттілерді жек көрем, армандар орындалмады. 37 жастамын. Мен кішкентайымда колонканың ішінде кішкентай әншілер отырады. Біз кнопканы басқанда ән айтады деп ойладым. 2-ші класста әйел адамдардың да менікіндей мүшесі бар деп ойладым. Ал 6-ші класста шынымен не бар екенін түсіндім. Мен бала күнінде өзімнің түкірігімді жұтуға болмайды деп ойладым. Сол үшін қайта-қайта горшокке барып түкіретінмін. Кішкентайымда үй жануарлары барлығын түсінеді, тек сөйлемейді деп ойлайтынмын. Сол үшін олардың көзінше өзімді тыныш әрі дұрыс ұстайтынмын. Бала кезімде егер қағаз 1000 теңгені 2 бөлікке жыртса, 500 теңге шығады деп ойладым. Хорошо, что олай жасамадым. Мен қара ақ түсті, яғни черно-белый киноларда алғашында цветной болды, сосын ескіріп түстері кетіп қалады деп ойладым. Егер мамам 20-шы ғасырда туылса, онда әжем 19-шы ғасырда туылған деп ойлайтынмын. Түнде куклалар тіріледі деп ойлайтынмын, сол үшін қарындасымның куклаларын түнде тығып тастайтынмын. Теннисті зат деп ойладым, және оны қайдан тапса болады екен деп іздейтінмін. Реал Мадрид әлемдегі ең мықты команда, олармен ойнаса барлық команда ұтылып қалады деп ойлайтынмын. Екінші дүниежүзілік соғыста рыцарьлар және самурайлар бар деп ойладым. Егер медицина болса, онда полиция дегенде бар деп ойладым. Ну, типа мент и полиция, ойшым түсіндіңіздер ғой. Кішкентайымда егер Құдайға сыйынбасам, ол мені өлтіреді, және көп сыйына берсем, ол мені тыңдап шаршап кетеді де тағы да өлтіреді деп ойлайтынмын. Египеттегі адамдар әлі күнге дейін осы суреттегідей өмір сүреді деп ойлайтынмын. Қайтыс болған туыстарым мені көріп тұрады деп ойлайтынмын. Адамдар дүниеге өзімен өзі және әртүрлі жерде келеді деп ойладым. Банкоматтар ақшаны тегін береді деп ойладым. Алдағы өмірімді мектептегі бағаларым шешеді деп ойладым. Тупой білім жүйесінің кесірінен өмірде ең маңызды нәрсе дәптерге әдемі жазу деп ойладым. Әлемдегі дамыған елдер тек Еуропа, Америка, Қытай, Япония. Ал қалғандары әлі байырғы заманда өмір сүреді деп ойладым. Африкадағы әдемі қалаларды көргенде шок болдым. Ол жақта да зәулім үйлері бар, технологиясы дамыған қалалар бар екен. Әр бизнес өздерінің тауарларының қораптарын өздері шығарады деп ойладым. Ой, олай болса мүлде дұрыс емес қой, көп ақша кетеді деп. Әлемдегі барлық тамақтар 19-ші ғасырдың басындағы сияқты қолмен жасалады, яғни сиырды қолмен сауады, бидайды көп адамдар қолмен тереді, соны жинап бәрін пісіреді деп ойладым. Чипсиді ұннан жасайды деп ойладым. Әрбір мысықты қуатын өзінің иті бар, және әр мысықтың өзі қуалайтын тышқаны бар деп ойладым. Арыстандар інде тұрады, олардың інінде өздерінің бөлмелері бар деп ойладым. Бала пайда болу үшін адамдар тек үйленсе болды деп ойладым. Иномарка деген шынымен машинаның маркасы деп ойладым. Баланы адамның ішінен кесіп шығарады деп ойладым. Гагарин айға ұшты деп ойладым. Бала кезімде барлық үлкен апалардың шаштары қысқа болады деп ойладым. Жасыл және сары бір түс, тек аттары екі түрлі деп ойладым. Тарихи киноларды 1000 жылдар бұрын біздер болашақта көрсін деп түсірді деп ойлайтынмын. Жер планетасы шексіз деп ойладым. Банандарды заводта жасайды деп ойладым. Барлық елде өзінің тілі бар деп ойладым. Типа Мексикада мексикан тілі, Бразилияда бразиль тілі деген сияқты. Ал сен бала кезінде қандай тупой заттарға сендің? Комментарийға жазып отыр.